Достар, қалайсыздар? Мен бар ғой соңғы уақытта не қорқатын болдым. Осы әлеуметтік желілерде біреудің тойын қарасам, мен қорқатын болдым. Мә солардың тойын қарайсың, ойлайсың, неужели мені де сол күтіп отыр? Бітпейтін бар ғой, жоқ, той деген енді жақсы. Бірақ бір танысым бар, соның уже инстаграмда, уже кажется, вот қателеспесем, 3-ші ай тойлар жүріп жатыр уже. Бітпейтін, рас, тәтті шай, құдалық, сырға салу, той, үйлену тойы бір жағынан, екінші жағынан, келін шай, ойбай, ана уже келіннің қарны шығып жатыр, уже әне-міне бала туады, аналардың тойы бітпейді. Ана той біткенше уже анау бала туып, сосын выписка, қырқы, шілдехана, тілашар, қалжа той, вообще круговорот, бітпейтін той вообще. Мен кейде ойлаймын, неужели меня это тоже ждет? Ужас. Менде орыстар рахат бір той өткізеді да, үйлену тойын. Жастар бақытты болсын деп, горько деп, все, тойлары бітті. 40 адам шақырады, максимум 50 адам уже потолок олар үшін. Это уже для них много, ты чё? Біз деген вообще, біздің тойымызға тек ит келмейді, рас. Бәрі келеді. Отырасың, ана жақта мынау кім, анау кім вообще. Бүкіл туыстарыңды именно сол тойларда көресің ғой, солармен танысып. Ужас вообще. Жоқ, тағы да қайталап өтейін, той деген жақсы. Бірақ қаншама шығын кетеді. Еще орыстар бар ғой, санайды ғой олар ақшаны. У нас уже миллион выходит, так надо сокращать списки. Списокты сокращать етеді. Бізде уже қаражат жетпей тұрса, біз ты что, қалай біз ананы шақырмайыз, құрсын кредит алайық, ананы шақыру керек деп ренжиді, сөз қылады. Хотя бізде істейсің ба, істемейсің ба, бәрібір де сөз қылады ғой негізі. Ой, вообще. Поэтому мне страшно, я думаю, неужели меня это тоже ждет? Уже қазірден бастап уже ақша жинау керек ана тойға.